Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ташкент қаласында өткен бокстан әлем чемпионатында 13 салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен боксшыларымыз ерледі. Ресми түрде боксшыларымыз 4 алтын 1 күміс жеңіп алып, 2013 жылғы Алматыда өткен әлем чемпионатының жетістігін қайталағанмен, өзбек жеріне барып жергілікті боксшылардың қолынан бас жүлдені жұлып алу деген оңай нәрсе емес. Токио олимпиадасынан соң халықтың көңілі қала бастаған ұлттық құрамаға қайта оралған бас бапкер Мырзағали Айтжанов жоғала бастаған сенімді қайта оралғандай. Біз бұл видеода боксшыларымыздың финалдық бәсекедегі жекпе-жектеріне толығырақ тоқталып өтсек. Алғаш болып рингке 48 келіде Санжар Тәшкенбай көтерілген болатын. Құраманың бұрынғы мүшесі Теміртас Жүсіптің орнына келген 19 жасар Санжар үшін бұл ересектер арасындағы дебюттік әлем чемпионаты. Бұған дейін ол 2021 жылы жастар арасында әлем чемпионы атанса, 2022 жылы Иорданияда өткен Азия чемпионатында алтын алған болатын. Осы жылғы әлем чемпионатында жасында жарқылдаған жас боксшы ақтық айқаста грузиялық Сахил Аллахвердовимен кездеседі. Өз салмағында бойы ұзын Санжар финалға дейінгі қарсыластарымен екінші нөмірді жұдырықтасқан болатын. Бұл жолы бойы өзімен бірдей грузин боксшысына қарсы Санжар бірінші нөмірді жұдырықтасады. Аяқта жылдам қимылдап, артқы қолмен кенеттен соғатын соққылары кейде қарсыласына тура тиіп отырады. Аллахвердовиге бір-екі жерде Санжарды соққымен күтіп алудың сәті түскенмен, жалпы бірінші раунд қазақ боксшысының еншісінде екендігіне ешқандай күмән болмаған болатын. Қапталдағы 5 төреші де раундты Санжарға беріпті. Үзіліс кезіндегі бапкерлерінің кеңесімен екінші раундты грузин боксшысы шабуылмен бастайды. Жеңіліп жатқанын сезген болу керек. Алайда Санжармен қашып жүріп бокстасу қандай қиын болса, қуып жүріп бокстасу одан да қиын екендігін Аллахвердови бірден түсінеді. Сериялы соққылармен алға секіре ұмтылған қарсыласын қазақ боксшысы керемет күтіп алып, сайдстеп арқылы соққымен жанына шығып кетіп отырады. Тіпті раунд соңында төрешілердің еш күмәні қалмау үшін дәлдеген 2 соққымен өз басымдылығын еселей түседі. Үшінші раундта шаршауды білмейтін Санжар жылдамдықты одан сайын көтере түскендей. Қарсыласына көзілеспес жылдамдықпен шабуыл жасап, дәл солай шығып кетіп отырады. Ал грузиялық боксшының қимылында шарасыздық байқалады. Бұл раундта екі боксшы да ауыр соққы өткізбегендігімен қазақ боксшысының жеңісі айқын еді. Осылайша бар болғаны 19 жасар қазақ боксшысы Санжар Тәшкенбай әлем чемпионатының алғашқы алтынын қоржынға салған болатын. Екінші болып финалға 54 келіге дейінгі салмақта өнер көрсететін 2021 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері 22 жасар Махмуд Сабырхан шықты. Ол жартылай финалда өте тәжірибелі кубалық бұрынғы әлем чемпионы Йосвани Вейтияны жеңіп, ақтық айқаста ринг иесі өзбекстандық Ойбек Жураевпен жұдырықтасқан болатын. Жергілікті боксшымен жұдырықтасарда төрешілердің әділетті шешіміне үміт арту қиын нәрсе. Соны түсінген Махмудтың финалда қалайда болса жеңуге бел байлағандығын көзінен көруге болады. Оң жақпен де сол жақпен де бірдей бокстаса беретін қазақ боксшысы алғашқы секундтан ақ жекпе-жек тізгінін өз қолына алады. Өзбек боксшысы алғашында қарсылық танытып байқағанымен, раундтың орта тұсында өзіне сенімділігі жоғала бастағандығын көруге болады. Мүмкін жергілікті жанкүйерлердің алдындағы жауапкершілікке шыдамады ма екен, кім білсін. Не де болса бұл Махмудтың шеберлігіне еш күмән тудырмайды. Бірінші раунд қазақ боксшысының қарсыласын бұрыштан бұрышқа қуып жүріп сабауымен аяқталады. Өзбек боксшысының раундты таза жеңілгендігін бапкерлердің жан айқайынан ақ көруге болады. Екінші раундта осыған ұқсас сценарийде өтеді. Тіпті Жураевтың құлағынан қан кетіп жатыр. Үшінші раундта өзбек боксшысының көзінен шарасыздық байқалады. Қарсыласының тыныс алуына еш мүмкіндік қалдырмаған Махмуд раундтың бітуіне 1 минут қалғанда жойқын 1-2-мен нокдаун ашады. Төреші санап дес сала тағы шабуылға шыққан қазақ боксшысы екінші нокдаунды да ұзақ күттірмеді. Жураев шарасыздықтан қолын сермеуге мәжбүр. Осылайша айқын басымдылықпен жеңген Махмуд Сабырхан қазақ еліне екінші алтынды алып келеді. Өзбек боксшысы ер екен, жеңілгендігін мойындап, Махмудқа құрмет көрсетіп шығарып салады. Келесі болып финалға 67 келіде өнер көрсететін 28 жасар Дулат Бекбауов шыққан болатын. Қарсыласы өзбек боксшысы Асад Худжа Мойдун Худжаев. Былтырғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Дулат сол кезде жартылай финалда дәл осы өзбек боксшысын жеңіп финалға шыққан болатын. Сол себепті таныс қарсылас қиындық тудырмауы тиіс еді.
Алайда әлем чемпионатының финалындағы жауапкершілік бастыма екен, Дулат жекпе-жекті кішкене сенімсіздеу бастады. Ал Асатқожаның қимылдары керісінше сенімді көрініп, тіпті бір-екі ауыр соққыда дарытып үлгереді. Бірден есі қайтаруға тырысқан қазақ боксшысының соққыларынан жалтарып, немесе клинч жасап үлгерген өзбек боксшысы бірінші раундты өз қанжығасына байлап кетеді. Екінші раундта Дулаттың шабуылдары нәтиже бере бастайды. Алайда өзбектің де сәтті шабуылдары болғандықтан бұл раунд тең дәрежеде өтеді. Барлығымыз білетіндей, тең дәрежеде өткен жекпе-жекте төрешілердің бүйрегі қашанда жергілікті боксшыға бұрып тұрады. Үшінші раундта Дулат қарсыласын сұлап салуға ұмтылып, ашық шабуылға көшеді. Бір жағынан бұл да дұрыс, солай жеңбесе басқа амал жоқ. Алайда өзінің жеңіп жатқан сезген өзбек боксшысы клинч жасап Дулатқа мүмкіндік бермей қояды. Осылайша төрешілер шешіммен жеңілген Дулат Бекбауов әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған еді. Келесі болып рингке Қазақстан құрамасының капитаны, бірнеше халықаралық турнирлердің жеңімпазы 29 жасар Асланбек Шынбергенов шықты. Оның қарсыласы өзбек боксшысы Саиджамшид Джафаров. Бұл әлем біріншілігіндегі үшінші қазақ-өзбек финалы болатын. Гонг дауысы шыға сала алға ұмтылған өзбек боксшысын Асланбек ұзын қолдарымен керемет күтіп алып, тіпті кері тықсырып жібереді. Мына жерде нокдаун секілді көрінгенмен, алайда рефери есеп ашпайды. Аздап беті қайтып қалған қарсыласына Асланбек енді өзі шабуылдап, тіпті тұмсығын бұзып жібереді. Екінші раундта соққы алмасумен қатар клинчта көбірек болады. Осыған байланысты төрешілер шешімі әркелкі болған екен. Үшінші раундта да клинч көп болғанымен Асланбектің жеңісіне ешкім күмән келтірмеген еді. Осылайша төрешілердің бір ауыздан шешімімен Асланбек Шынбергенов Қазақстан қоржынына үшінші алтын жүлдені салады. Бесінші финалдық жекпе-жекке 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін былтырғы Азия чемпионатының қола жүлдегері, жасөспірімдер арасында әлем чемпионы 23 жасар Нұрбек Оралбай шығады. Оның қарсыласы қытайлық қазақ Тоқтарбек Таңатқан. Осылайша бокстан әлем чемпионатының финалында алтынға таласатын қазақ пен қазақ болғалы тұр. Тарихи сәт. Жекпе-жек асықпай басталды. Бойы да, қолы да ұзын Тоқтарбек қашықтан сериялы соққы жаудыруға тырысқанымен, Нұрбек контратакада керемет қимылдап, Қытай боксшысына еш мүмкіндік бермейді. Бірінші раунд ешқандай клинчсіз таза соққы алмасуда өтіп, қазақ боксшысына бұйырады. Екінші раундқа бапкерлерінен тапсырма алып шыққан Тоқтарбек шабуылды үдете түскенмен, Нұрбек сауатты қорғана отырып, шабуылға шабуылмен жауап беріп отырады. Ал үшінші раунд басында шабуылды тіпті үдете түскен қарсыласын Нұрбек джеб арқылы кішкене қарқынын басып қояды. Тіпті арқанға арқасы тіреліп тұрса да, қорғаныста керемет өнер көрсеткен Нұрбек ол жерден оңай шығып кетеді. Соңғы секундқа дейін жеңістен үмітін үзбей шабуылдаған қытайлық боксшыға еш мүмкіндік қалдырмаған Нұрбек Оралбай осылайша Қазақстан қоржынына 4-ші алтынды салған болатын. Қазақстан құрамасы үшін сәтті болған бұл әлем чемпионатында боксшыларымыз қазақ боксы құламағандығын көрсетіп, 4 алтын 1 күміс жүлде алды. Ендігі бағыт Парижде өтетін Олимпиадада қазақ бокс мектебінің түлектері бұдан да көп алтын алады деп тілейміз. Қазақ боксы жасай берсін.